Жазушы болған Қасым Қайсеновтің қаһарманы бейнесі және ұлттық батыр мен шығармалары Қазақстандағы ұлттық рухани көтеретін құнды тарихы мұра. Оның еңбектері мен ерліктері қарумен немесе қарусыз өлтірудің 100-ден астам түрін жетік меңгерген кәнігі барлаушы үшін Украинаның қалың жұмысты ормандары екінші үйіне айналды. Ақындардың жауынгерге арнап жазған жыр Польша тұрғындары Павлодар облысы халық ағарту басқармасының қарамағына жіберілді. Өзінің туған күнінде, яғни 23 сәуірде Қасым Қайсенов Павлодар облыстық білім басқармасының саяси ағарту жұмысы жөніндегі инспекторы болып тағайындалған. 1940 жылдың қысы алдымен әскер қатарына шақырылады. Кейін Мәскеу маңындағы әскери барлау мектебіне жіберіледі. Бұл оқу орны Совет одағына әскери барлаушылар мен жау тылында диверсиялық жұмыс ұйымдастырушыларды дайындайтын төсек. Маздап жанған тамызыққа мұз төсек. Ондай отты ала алмаған полеместей, ондай отты біз табамыз іздесек. Ол партизан аталып жүр бертінде. Бес сөндірсең, 10 жанатын бір түнде. Бірін атсаң, ертеңіне екі ол, жұртым десең, осыларша жұртым де. Қасым ол от, көркі оттың көркінде. Жалын жанып тұрады оның бөркінде. Ақ пен зорға түкірген ол маңдайдан, қош шырақтың бірін 1951-1953 жылдар жоғары партия мектебі жанындағы 2 жылдық курсқа оқуға түседі де, оны 2 жылдан соң бітіріп шығады. Өзі кейін жазғандай ағаларының алақанын сезініп, сол ақылшы асылдардың қамқорлығымен кәсіби журналистер, аудармашылар мен редакторлар оқитын бұл курста Қасым қарайып білімін қайта көтеріп, сауатын жетілдіре түсіреді. 1952 жылы екінші ұлы Болат дүние есігін ашты. 1953 жылы курсты тамамдаған соң Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспанасына аға редактор қызметіне тұрып, қаламгерлікпен қараңғыда сасқанда арын қорған, атамекен жер үшін аттан салып, арысымсын айқаста дабыл ұрған. Есіңде ме түн қатып 3 адамның, жарып қайтты дұшпанның эшелонын, жұтқан иттей ұрығын күш аланын, жау жығылды деп жүріп күш аламын. Айғақ еді аймаққа өрен танқын, тірек тапты түнекте сенен халқың, есіңде ме сатқының сазайы деп, үйінде аттың фашист. Украинаның Россияға қайта қосылуының 300 жылдық тойын мерекелік келген делегацияның құрамындағы ұлы жазушы Мұхтар Әуезовпен танысты. 1954 жылы партизан Қасым Қайсенов зейнетке шықты. Оның алғашқы кітабы «Жас партизандар» деген атақпен жарық көрді. Мұны автордың бұған дейін ауызша айтып келген әңгімелерінің желісі бойынша өмірде болған. Соғыс кезеңінде көзімен көрген соғыстың көркем тілмен баяндалған шежіресі 1957 жылы 3 кітабы жарық көріп, аз уақыт ішінде қалың оқырманның сүйікті жазушысына айналған жазушы Қасым Қайсенов Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болды. Соғыстың жарасы жазылмаған кезеңде әкелер ерлігі мен аналар еңбегін шынайы суреттеумен қаламгердің туындылары көпшіліктің жүрегіне жол тауып жатты. 1959 жылы «Ажал аузынан» атты жаңа кітабы шықты. 1960 жылдар «Жау тылындағы бала» атты партизан жазбалары жарық көреді. Днепроде «Жау тылында» атты кейінгі 70 жылдары мол тиражбен «Ей, дорогой, дейді үйіне бара ғой, шаруаға шамасы жоқ шалағай, шала қазақ билік айтса шалабай, үндемейтін қаскен кейде шарт кетіп, не оттап тұрсын дейді оған, ей, дорогой, нағыз батыр нар кескен ер нарағай, қаскен біздің қай кезде де дара ғой, аман болғай ардагерлер дорогой, есен болғай қара ерлер дара ғой. Салтанатты 1999 жылы екінші отаны болып кеткен Украинаға кезекті сапармен барып қайтты. Мұнда ол өзінің ескі майдандағы қаруластарымен, жолдастарымен кезігіп әңгімелеседі. Партизан отрядының командирлерін көріп, көзайым болады. Бір кездері заңдың несібесінен қаққан тканкінің полковник шенде қалғанын біліп, ел президенті Кучмаға хат жазып, генерал атағын алуына көмектеседі.
2000 жылдан бастап денсаулығының сыр бере бастауына байланысты мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына Қасым Қайсеновтің шығармашылық жұмыстарын қолғабыс ететін және жеке хатшы тағайындауын сұрап, Қазақстанның халық жазушы Қалтай Мұхамеджановтың ұйымдастыруымен Байкен Әшімов, Дмитрий Снегин, Асанәлі Әшімов тағы басқа Жаны толған ақындық, жаны толған ағалық. Тағдырменен таласқан қазағымның өзінде, эпостарға жарасқан батырлардың көзінде. Жаратуға қазақты керек әлі ғасырлар, танытуға қазақты керек әлі қасымдар. Бар қазақтың ағасы, дарабозы халықтың, батырлары даласы, алып айды алыстері ешбір заманда маңызын жоймақ емес. Ер есімінің ел есінде мәңгі сақталары сөзсіз. Осымен әдебиет кешімізді аяқтай отырып, әрмен қарай ауылдық кітапханашылардың ұйымдастыруымен Қасым Қайсенов халық қаһарманы атты кітап көрмесімен жалғасады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.